Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай пицца тәріздес ерекше таңғы ас жасап көрсететін боламын. Видеоны бастамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып кетуді ұмытпаймыз. Таңғы астың ерекшелігі ол сіздің шайыңыз қайнайым дегенше 5 минутта дайын болады. Ал ендеше бастайық. Бізге ең алдымен осындай геркулес сұлы жармасы қажет болады. Толық рецепті описанияда қалдыратын боламын. Енді бір жұмыртқаны осылай шағып, үстінен бір ас қасық қаймақ саламыз. Және дәміне қарай тұз салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Бізде міндетті түрде осы видеодағыдай масса пайда болуы қажет. Міне бізде осындай масса пайда болды. Енді табамыздың астын жұқа етіп майлап аламыз және төменгі отта аздап қыздырып алып, осы пайда болған массамызды үстінен құямыз. Міндетті түрде төменгі отта пісіреміз, өйткені жоғарғы отта піскен жағдайда астыңғы бөлігі күйіп кетіп, ортаңғы бөлігі піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да міндетті түрде төменгі отта пісіріңіздер. Және қасықтың көмегімен осылай тегістеп дөңгелек пішінге келтіріп жайып аламыз. Бетін жауып 30 секундтай күтеміз. 30 секундтан кейін осылай сап-сары болып піседі. Енді екінші бетіне аударып, екінші бетінде 10 секундтай кішкене күте тұрамыз. 10 секундтан соң томат пастасын салып, тегістеп жағып шығатын боламыз. Мінекей, томат пастасын жағып алдық. Енді қызанақтарымызды үстінен теріп шығамыз. Мен алдын ала турап қойдым қызанақтарды және үккіштен өткізілген сырымызды салып, үстінен жуамызды, осындай жасыл жуамызды турап, үстінен салатын боламыз. Және бетін тағы да 10 секундқа жауып қоямыз. Мінекей, осымен біздің пиццамыз дайын. Өте дәмді болып шықты. Отбасы мүшелеріне өте қатты ұнады. Әсіресе балалар біреуін де қалдырмай таласып жеп қойды. Сіз де осылай жасап, отбасыңызды, жолдасыңызды, балаларыңызды қуантыңыздар. Балаларыңыз бір жегеннен міндетті түрде келесі күні тағы да сұрайтын болады. Баршаңызға ас болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Комментарияда өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Рецепт сізге ұнаса, видеома лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаймыз.